Сәлем достар, сіздермен бірге Zenodeals және бүгінгі видеомызда дәл осы ситуацияны Blender бағдарламасымен 1 минуттың ішінде жасайтын боламыз. Алдымен достар, біз жоғарыдағы add батырмасын басамыз және mesh бағытына қаратсақ, бізде кубик объектісі тұрады. Осы кубик объектісін аламыз. GZ батырмасын бассақ, бізде осында жоғарыға көтеріледі. Енді біз R батырмасын 2 рет бассақ, дәл осыны градусқа бұрылады, дәл осы градусқа қоя саламыз достар. Енді біз tab батырмасын басамыз. Tab батырмасын басқан кезде біз мишканың оң жағын басамыз. Мишканың оң жағына қарайтын болсақ, subdivide батырмасы тұрады. Осы subdivide батырмасын басамыз. Оның астына қарайтын болсақ, subdivide деп тұрады. Number of cuts'қа біз 5 санын жазамыз. Вот енді tab батырмасын басып шығып кетеміз. Енді біз shift батырмасын басамыз және mesh бағытына қайтадан plane объектісін аламыз. Дәл осындай өлшем келтіріп аламыз. S батырмасын басу арқылы оң жақтағы бетті ашамыз және физикалық бөлімге өтеміз және collision батырмасын басамыз. Collision батырмасын басқаннан кейін біз кубик объектісін белгілейміз. Енді кубик объектісін белгілегеннен кейін біз soft body деген тұрады. Осы soft body'ді қосамыз. Енді достар, біз астына қарайтын болсақ goal деп тұрады. Дәл осы жерден біз галочканы алып тастаймыз. Оның астына қарайтын болсақ edges деп тұрады. Осы жерге мұндағы строкын бассақ, бізде астында бүкіл параметрлер шығады. Оның астындағы bending деген жерге біз 1/2 деп жазамыз. Оның астына қарайтын болсақ stiffness деп тұрады. Stiffness-ке галочка береміз. Оның астына тағы да бір рет қарайтын болсақ share деп тұрады. Ол жерге біз 0.1 сан жазамыз және модификатор бөліміне кіреміз. Модификатор бөлімінен біз add модификатор батырмасын басамыз. Дәл осы жерде generate бағытына қарайтын болсақ, бізде астында subdivision surface тұрады. Дәл осы модификаторды қосып аламыз. Енді біз level viewports-ке біз тағы да 2 санын көбейтіп аламыз. Енді достар, біз render студиясына өтеміз. Дәл осында render студиясы болады. Оның қасына қарайтын болсақ, стрелка тұрады. Дәл осы стрелканы басамыз да мұндағы 2 галочканы алып тастаймыз. Оның астына қарайтын болсақ, world of series деп тұрады. Дәл осы батырманы басып тартып көбейтіп аламыз. Ал оның астындағы blur'ды біз өшіріп тастаймыз. Енді біз оң жақтағы бетті дәл осы тартып материал бөліміне өтеміз және new батырмасын басамыз. New батырмасын басқан кезде бізде дәл осында color деп тұрады. Ол жерге біз өзіміздің қалаған түсімізді таңдап аламыз. Мен жасыл түсті таңдап аламын. Енді достар, біз roughness деген батырманы басамыз және 0.1 деп жазамыз. Оның астына қарайтын болсақ, transformation деп тұрады. Ол жерде transformation стрелкасын басамыз. Оның астына қарайтын болсақ, осы жерге біз 1 санын жазамыз. Міне достар, біз өзіміздің ситуациямызды ойдағыдай жасап алдық. Видео пайдалы болса, арна жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған Zenodeals.